балаларга 12 жастан бастап көрүүгө уруксат берилген фильм. Мақсат, мен қалжыңдап тұрғам жоқ. Түсіндім. Әкел есерткіні. Берем. Сабаңа түші. Берем. Асықпа. Әкел деме. Қайқа жасырың. Өзін топ береміз, Мақсат. Асықпаш. Сабаңа түш. Топ берем. Міне іздеп жатыр. Міне. Асықпа. Соған есерткі керек пе? Оңбаған екенсің. Оңбаған, 2 жыл есірткіге жолама деп. Бұл әдеттен арылдым деп ойладым. Жап-жақсы өмір сүріп жатқан қайдан ғана жолықты? Жай сөйле. Мен сенің әлсіздігіне кінәлім ба, есіңде сақтап ал. Есірткі сен сияқты әлсіздер жолға түсінің бе? Ал мен сияқты есі дұрыс адамдар бұндайға жоламайды. Есіңде сақтап ал осыны. Мынау біздің тұрақты клиенттерімізге деген сыйлық деп есепте. Осындай кесіндір байдың балалары. Қалайсың? Аңсар, сен не істеп жүрсің? Бүгін сенің ауысымың емес қой. Білем. Маған ғаламтор керек. Ғаламтор? Ақшасын төле да, отыра бер ғаламтор керек болса. Қалайсың да? Бауырым, қалжыңдап тұрмын ғой. Білесің ба, менде саған айтатын бір ерекше тариф бар. Сен осы жерге қарай тұр, мен бір сағат ұйықтап алайын, жарай ма? Ғаламторда тегін отыра беруіңе болады. Ұйқың кеп тұр ма? Ұйқым кеп тұр. Бар, ұйықтап ал. Мен мына жерді қадағалайын. Жақсы. Қарай көр. Өзі сұлу екен. Пединституттың студенті дейді. Тағы студенттер арасындағы сұлулық байқауының жеңімпазы. Қалай, таныстың ба? Жоқ, таныс емеспін. Жақсы, сәттілік саған. Бірақ жақын арада танысып болатын сияқты. Сәлем, қалайсың? Бәрі жақсы ма? Жақсы. Маған жігіттер сенің кішкене қиындыққа ұрынғаныңды әкең әскерге жібермек болған айтты. Рас па? Өзің көріп тұрғандай бәрі тамаша. Неге көрмей кеттің? Сол қазір әкемнің шаруасы соның бизнесімен айналысып жүр. Рас па? Саған әкең көк тиын бермейді дегенде естіп едім ғой. Әзілің қызық екен. Бәріне коктейль, мен төлеймін. Жігіттер, көңіл көтерейік. Біздің қамбар қайтып оралды. Біз таныс емеспіз бе? Таныс сияқтымыз. Мен сендердің үйлеріңде қонақта болам, есіңде ме? Иә, сен Едігенің қызы емессің ба? Мен оның құрбысымын. Қызық екен. Едіге шаршап ұйқысын андырып жатыр, ал сол жерде не істеп жүр? Демалып жатырмын, енді сондай болу керек қой. Еркектер жұмыс істейді, әйелдер демалады. Дұрыс айтасың. Сұлу қыздарға жұмыс істеудің керегі жоқ. Ал, билейміз бе? Билесек билейік. Сырана бер. Қамбар, сен шынымен де ақшадан қысылып жүрген сияқтысың ба? Жаныңда қыз
Қызың кеше ауылдан келген сияқты. Баяғыдай. Қыздарға ақшаң жетіспей ме не? Сен маған ренжімеш, мен достарыммен отырам деп айтып қойып едім. Әлі екеуміз билейміз. Үш ел болды. Бойжеткен, сізбен сөйлесуге бола ма? Кешіріңіз, асық сүйім. Түсінем. Қазір бәрі бір жерге асық бара жатыр. Кофе ішсек қайтеді. Аяқ асты не болып қалды? Таңертең тілек тілегем. Сұлу қызбен кофе ішсем, күнім сәтті өтті деген сөз. Алыңыз, әйтпесе суып қалады. Жарайды. Осы жерде отырғаныма біраз болды. Бірақ сіздей сұлу қызды әлі кездестірген жоқ. Солай ма? Менің есімім Ансар. Ал сіздің? Балжан. Қуаныштым. Осы жерде оқисыз ба? Иә, соңғы курста оқимын. Ал сіз бейтаныс қыздармен кофе ішкеннен басқа немен айналысасыз? Мен де оқуға түсейін деп жатырмын. Қазір құжаттар тапсырып жатырмын. Нақты айтсақ, бірақ ол маңызды емес. Кешіріңіз, біз бұрын ешқайда кездеспеп едік. Жоқ. Оданша серуендеп қойса қайтеді. Тоқтай тұр. Есіме түсті. Мен сені академияда проректордың қабылдау бөлмесінде көргенмін ғой. Тәкаппар қайыр шаттық ойынымызды жалғастырамыз ғой. Солай ма? Ең болмаса үстіңе. Бүгін дұрыстап келіп келсең болар еді ғой. Амансыз ба, Жазира Саметқызы? Сенің ойыңша, осындай сұлулық салонындағы қызметкері лайықты киім ба үстіңдегі? Сыйлықтарыңызға әрине рахмет. Бірақ менің өзіме киім сатып алуға шамам келеді. Ондай болса, мына үстіңе дені сау, жиде сатып алуға болмай ма? Дұрыс па? Сенің үстіңдегі жиденің қанша тұрады менің ұлым ғана байқамай жүр. Ал басқасының бәрі өсек айтуда. Жазира Саметқызы, сіз әрине Сержанның анасысыз. Бірақ менімен бұлай сөйлескеніңіз маған ұнамайды. Ой, ренжіп қалды. Қарай көр. Солай ма? Намысшылың қара. Намыстанатын болсаң, мен сені осы жұмысқа орналастырғанда неге намыстанбадың? А? Мен бұл жұмысқа жалынып келген жоқ. Жарайды, қош. Ең бастысы, сен адал да жақсы қызметкерсің. Сенің ықпалыңмен соңғы кезде менің ұлым өзгеріп келеді. Сондықтан сен ғана Санжарға лайықты жар боласың. Сіз мені мазақ етіп тұрсыз ба? Неге? Мен келін болайын деп айттыңыз ғой өзіңіз. Ойбай! Мен не айтпаймын, қызау, мен не айтпаймын. Түске дейін көлбі, түстен кейін шөл болады тұрған не бар? Ал біз құрбылармыз. Құрбылар бір-біріне көмектесу керек. Солай ма? Сен әлгі кәрі ақымақ жіберді ма? Олай айтуға, қалай дәтіңіз барады? Міне, шыныңды айттың. Мұнда не іздеп жүрсің? Маған не үшін келдің? Балжан, мен сізбен сөйлесуге келдім. Сенімен сөйлесетін әңгіме жоқ. Міндетті түрде біреу келеді деп айтып еді. Жарайды. Тоқтай тұрыңыз. Қазір менімен бірге академияға барып, куәгерлердің алдында дала жапқанды айтып бересің. Көмектесіңіздер. Мені қайда сөйлеп бара жатсың? Полицияны шақырыңыздаршы, көмектесіңіздер. Бұл жерге жолды ұмыт, жігітім. Және білесің бе? Мен кофені жек көремін. Демек, сізге мен көмегім керек қой, ә? Түсінікті. Әңгіменің бәрін осыдан бастамайсыз ба? Қателестің.
мен саған бір өтініш жасағанда қарсы шықпауың керек. Сіздің бір өтінішіңізді орындаймын деп Сержанның жанына жара салдым. Енді мен не істеу керекпін? Иә. Дұрыс айтасың. Менің балам ержетті. Өз жолы бар. Құрбыларым тіпті мен жайлы өсекті айтып жүр. Ал сүйген жарым мені тастап кетті. Сүйген жарың алдап сені тастап кет. Көзіңе шөп салғанда, сонымен бірге тұруды басыңа Құдай салмасын. Сен білесің, бүгін Сержан мен әкесі кездесуге келуі мүмкін. Оны мен білем. Ол аяушылық сезімін танытып, баласына өтірік айту мүмкін. Ол жағынан жан салмайды. Мен кінәлі емеспін, менің кінәм жоқ. Ал менің балам сырт көзге өте батыл болып көрінгенімен, ол өте нәзік. Намыс. Ол тек саған ғана сенеді. Сен оның егер әкеме не деп жауап берем десе, отбасын ойран еткен адамды кешіруге болмайды деп айтсам, ол сені тыңдайды. Жарай ма? Сонда мен Сержанды әкесіне қарсы қою керекпін бе? Жоқ. Мен тек әділдік орнаса деймін. Ал әділдік отбасын ойрандатып кеткен адамдар жақта болмауы керек. Солай ғой. Солай шығар. Жарайды. Ондай болса, сен маған кешке хабарласқын. Мен сені жауап күтемін. Екеуміз құрбылар ұқсап өсек айтамыз. Мен сені тосамын. Жарай ма? Тоғжан! Не керек? Әлі ұйықтап отырсың ба не? Бүгін сағат 12-де серуендеп қайтамыз деп келісіп едік қой. Сағат 1 болды. Дұрыс айтасың, ұмытып кетіппін ғой. Жарайды. Есіме түсті. Ас үйде күте тұршы, мен қазір келем. Жарайды. О. Әдемі? Бұлай өте әдемі. Мына жердің бәрі шаң болып кетті. Не болған мына жейдің? Таңертең кофе ішейін деп төгіп алдым. Байқамайсың мен. Еркін, түнде қайда болдың? Нартай сені іздеп жүр ғой. Маңыз шаруаларымен жүрдім. Бұдан кейін Нартай мен сұрайтын болса, жатақханада деп айтшы, жарай ма? Жарай. Еркін, саған бір өтінішім бар. Тек сенің қолына келетін жұмыс. Аңсар, менде бірақ жұмыс бар. Жақсылап тұрып жатып, ұйқыны қандыру. Рас айтам. Сен бір қызбен таныссаң ба деп едім. Бір қызбен? Иә. Мен ба? Иә. Сен таныстырасың ба мені? Иә. Әкеші есті. Жарайсың. Керек болса өзің танысуыңа маған саған рахмет. Ей, Не? мен оны айтайын деген жоқ. Сен жеке өмірінде мен шаурамда жоқ. Бірақ сол қызбен танысып, әңгіме тартып, бір нәрсе біліп берші. Аңсар, қойшы. Махаббаттан бетің айтқаны туралы әңгімені кейін айтшы. Мен қазір ұйықтаймын, маза берші. Ол сені танымайды. Ол мен тыңдағанда жоқ, мен қуып жібер. Берік, Не? сенің тек көмегің керек. Сен неме сандырақтап тұрсың? Өзің түсініп тұршы, мен не айтып тұрғанмын да? Иә, жақсы адамды. Жұрт алдында масқара болудан құтқару үшін 20 сағат қалды. Тек сен қолынан келеді. Аңсар, маза берші, сандырақтай беру. Ұйықтайыншы, Сен мен досымсың ба, жоқ па? Ауырып болдың ба? Түскенде ұйықтадың ғой. Кеш жаттым. Неге? Bir жерге бардың ба?
немене әрбір басқан қадамым үшін саған есеп беріп отыруым керек пе? Не болыпты? Қызым емессің бе? Қай жерде болғанымды сұрауға қақым жоқ па не? О не дегенің жаным, әрине хақың бар. Ешқайда да барған жоқпын, жай Көркем екеуміз сөйлесіп отырып қалдық. Что? Сол үшін кесіп жаттым. Хат жазып едің ғой. Неге жауап берген жоқсың? Рас па? Білмеймін, телефонымның дауысы өшіп тұрған шығар. Тексерем сосын. Тексер. Айтпақшы, сен жұмыс табапсың ба? Иә, кім айтты? Есімде жоқ, жатақханадағылардың біреуі айтты. Ол қандай жұмыс? Супермаркетте жұмыс істейтін болдым. Немене? Онда кім болып істейсің? Кеңесші бол. Ал керек болса. Одан да нашар жұмыс табылмады ма? Мысалы, аула сыпырушы деген сияқты. Тоғжан, қойшы енді. Жап-жақсы жұмыс. Басқа жұмыстардан ешқандай кемшілігі жоқ. Біраз жұмыс істеймін де, басқа жұмыс табамын. Не болды? Я басқасын табуға тырыш. Айтпақшы, ана бай танысыңның үй іші қалай екен, бәрі жақсы ма? Білмеймін, жақсы шығар. Өткеннен бері сұрайын деген едім, олардың ұлы бар ғой, Қамбар, Меда, Тігмет. Ол немен айналысады? Ол туралы неге сұрадың? О, аңсар, сен сол бір стакан кофе үшін саған шындықты айтып береді деп ойладың ба? Не деген аңқаусың? Оны әңгімеге тартып, ашық сөйлесейін дегем, ар ұятын оятам ба дегем. Ей, ондай қызда ар ұят болмайды. Сен неге түсінбейсің? Жағдай мүлдем қиын, ренжімеймін саған көмектесе алмаймын. Не істейміз? Сотта жала жапқан сөзінен бас тартып, айтайын десем, төлейтін ақшам жоқ. Ең болмаса, ісін әшкерлейтін сенде айғақ бар ма? Жоқ. Онда ақиқатқа жете алмайсың сен. Отырда онда бір таңғажайып бір деген күт. Одан басқа амалың жоқ. Беркін, мен әзілеп тұрған жоқ. Уақытта қалған жоқ. Егер уақытың қалмаса, онда ойлан, арамыздағы ақылды сен едің ғой. Бірдеңені тап. Ана қыз туралы бірдеңе білесің ба? Пет институтта оқимын деді. Соңғы курсты бітіріп жатыр. Сұлулық байқауының жеңімпазы. Сұлулық байқауының жеңімпазы. Ондай сымбатты қыздар біз сияқты жігіттерге алданбайды. Оған бір ересектеу адам керек. Сен сол туралы ойлан, мен ұйықтап алайын. Басың істемесің? Ал, ұр! Берк, мен шынымен не істерін білмеймін. Не істерін білмесің? Маған көмектес. Қолық сұмдықта шебер едің ғой. Менде бір ой бар. Бірақ сен үшін басын қатерге тігу керек. Қандай, айт? Сен компьютер клубтан жарнамалық буклеттер шығара аласың ба? Шығара аламын. Қандай буклет? Кейін жол-жөнекей бәрін түсіндіріп айтып беремін. Мен мына киім жарамайды, мен мынаны ки. Қазір барамыз да? Қыздарға кастинг жасаймыз кейін. Кастинг дейді, қайда кастинг? Реалити шоуға кейін. Мынау не үшін? Бұл бүйтіп сенің түріңді көрсетпеу үшін. Болды. Қамбарда не шаруаң бар? Шаруам жоқ. Неге шүйлігіп алдым? Бір ерекше қызығушылықпен сұрадым ғой. Жай әшейін шаруаларың не болып жатқанын білейін деп, туысқандарың, жұмысың туралы. Мен енді сенің қызыңмын ғой. Бірақ оны сұрағаным ұнамаса, жарайды, енді сұрамаймын. Жақсы кешірші енді. Өзің ғой, үйлерден алғанда Қамбардың қасына кетпей, сонымен ғана сөйлесіп. Жай сыпайылық танытқаным ғой. Ол Қамбар маған мүлде ұнамайды. Оның үстіне сен тұрғанда маған басқа ешкім керек емес. Сонымен серуендерге барамыз ба, жоқ па? Негізі 12-ге келіскен болатынбыз. Қазір сағат 2 болып, сені қашан күтуге болады? Не деген дәмсіз кофе? Тастап тұрсаңдар. Саған бірдеңе болып қалды ма, бәрі жақсы ма? Бәрі жақсы. Бүгін әкем қоңырау шалды. Кездескісі келетін айтты. Ал менің әзірше ол кісімен кездескім келіп тұрған жоқ. Бірақ не деген мен әкем ғой. Сондықтан да осында шақыра салдым.
Саған кеш айтып жатқаныма ренжімеші, қарсы емес шығарсың. Жоқ, әрине. Тек сендерге кедергі жасамасам болды ғой. Жоқ, ол не дегенің? Қайта сен менің қасымда болсаң, мен өзіме кішкене сенімдірек боламын. Сержан, сіз мақсаттың қайда екенін білмейсіз бе? Кешеден бері ұялы телефонын көтермей, бүгін осында келемін деп еді. Және де жеткізушілермен де кездесу керек. Қазір. Телефонын көтермейді. Ол кісілер мен өзім жолға салайын. Я солай жасайықшы, әйтпесе кеңседе бір сағаттан болды отырғандарына. Негізінде мақсаттың мұндай қылықтар жоқ еді, мүмкін ол бірдеңеге ұшырап қалған шығар. Немене болды дейсің оған? Ештеңе де болған жоқ, түнімен қыдырып, қазір ұйықтап жатқан шығар бір жерде. Жарайды, жүр. Жүрміз. Жаным қазір. Кофені дұрыстап дайындаңдар. Мен анықтадым. Сабақ кездесін қарадым. Қазір соңғы сабақ. Қазір шығу керек. Дайынсың ба? Әрине дайын. Сен оны танисың. Ойыма аңды өзің. Мынандай ма? Иә. Ұялы телефон берші. Жай ма? Сенде камера бар, ал менде жоқ. Қалай қосу керек екенін білесің бе? Жоқ, қалай қос? Қарашы маған. Модель сияқты ма? Иә. Мен келе жатыр. Ордастан қойсын ба? Яқсы. Көзге қарасаңшы. Ой, кешіріңіздер. Адель атты. Қыздар, алдында айтқан осы ғой. Иә, қызық екен. Сіз кім боласыз? Мен ба? Мен осы реалити шоудың ұйымдастырушысымын. Бізге қыздар күнде көп келеді, жұмыс түнге дейін, сондықтан да шаршап жүріп, жаңа сіздер байқамай қалдым. Айып етпеңіздер, рұқсат болса мен жүре берейін, иә? Бәрі дұрыс па? Тоқтаңыз. Мен сізді бір жерден көрген сияқтымын. Қайдан? Былтыр осы университетте болған сұлулық байқауының жеңімпазы сіз емессіз бе, иә? Иә, мен жеңдім. Бәсе, біз әріптестерімізбен келдік, сіз бізді қатты таңғалдырдыңыз. Рұқсат па? Негізі, біз өзіміздің реалити шоудың ұйымдастырар алдында бастығымыз, біздің де жеңімпазымыз дәл сіздей сұлу, әрі сымбатты болсын деп еді. Рас па? Ал біз кешіктір едік. Иә, Балжан. Иә, негізі түскі ас ішейін дегенбіз. Жақыннан да асхана бар. Кетіп бара жатсыз бе? Иә. Мен де негізі түскі ас ішейін дегем. Бірақ енді сіздей сұлу қызды жай ғана асханаға шақыруға ыңғайсызданып тұрмын, сондықтан да жолдың арғы бетінде бір дәмді мейрамхана бар. Сол жерге барып бірге тамақтансақ. Жарайды. Сау болыңыздар. Жақсы қыздар. Ай, мақсат. Жұмыс қызып жатқан кезде бұл да жоқ болып кеткен нес. Ең болмаса телефонын алса кетеді. Сержан, сен өзіңді біртүрлі сезініп тұрған сияқтысың ғой. Жоқ жаным, барлығы дұрыс. Бірақ уайымдап жатқаныма өте қуаныштымын. Мүмкін шығып серуендеп қайтамыз. Әйтпесе мынанша қапырық. Менің тағы да бір-екі шаруаларым бар еді. Не жүрші, таза ауа жыртып қайтамыз. Шынымен де қапырықтау секілдім бара. Жүрсек, жүр. Таза ауа жыртып қайтайық. Талға, менің сержанмен кездесуім бар еді, шақырып жібересің бе? Ол жаңа ғана кетіп қалған. Кетіп қалды? Иә. Қалай ол кетіп қалады? Сонда реалити шоудың жеңімпазына қандай сыйлықтар беріледі? Сыйлықтар өте көп. Демеушілер аянған жоқ. Мысалға,
ақшалай сый, қомақты сома. Және де ең үздік модельдік агенттікпен келісім шарт. Ең бастысы шетелдегі жұмыс. Жалпы айта берсең өте көп. Және де бұл байқауға келуші қыздар да көп. Рас па? Әрине, енді бұл істің хас шебері ретінде басшылық маған табыстады. Демек, қыздарды мен таңдаймын. Ал маған көшеден келген қыздар қажет емес. Қалай ойлайсың? Менің мүмкіндігім бар ма? Айтып тұрмын ғой, сен өте сұлусың, сымбатты, әрі әдемісің. Сондықтан сен біздің жобаға келесің. Рахмет. Бірақ қолымнан келетініне менің күмәнім бар. Балам? Амансың ба? Ерте кепсің ғой. Не болды? Бірдеңе болды ма? Я мазда болашын. Жоқ. Кішкене мазам болмай тұрады соған. Жұмыстан ертерек сұранып кеткен ғой. Әкеңнен сұрандың ба? Жоқ. Әкеңнен сұрануың керек еді ғой енді. Жарайды. А курстарың қалай? Жақсы, кеше ғана жазылдым. Оқытушың жақсы ма екен? Жақсы. Анашы мен кішкене жата тұрайыншы не бар бе? Басым айып келме. Анаңмен 5 минут отырып сөйлесе алмайсың ба? Кеше сонда жақсы сөйлесіп едің ғой жаным. Кешіріп сөйлесің. Басым ауырып тұр ма? Басың ауырып тұр ма? Сен үйдемісің? Иә, жаңа ғана келдім. Бүгін жұмыс болған жоқ онша соған. Үйге келіп тамақтанайын дегенім бар. Жұмыс болған жоқ дейді. Болмаса саған болмаған шығар. Бөліміңе соққанмын. Қызметкерлердің шай ішуге уақыты жоқ. Айтпақшы, әріптестерің маған қызықты әңгіме айтып берді. Қандай әңгіме? Бүгін сен жұмысқа 2 сағат кешігіп келіпсің. Ұйқылы ояу жүріпсің. Кейбіреулері тіпті ішімдіктің иісін сезіпті. Қамбар, сенің мұның не? Неге менің қолымнан келмейді деп ойлайсың? Қалай айтсам болады екен? Жалпы реалити шоу дегеніміз, ол жерде актерлік шеберлік керек, әзіл қойлық керек, және де көрермендерді жалықтырмау қажет. Оған менің шамам жетпейді деп ойлайсың ба? Жоқ, әрине. Сен өте әдемісің. Сенің сұлулығыңа, сенің сымбатыңа бәсекелесетін қыздар табылады деп айта алмаймын. Жарайды. Мен кетейін. Кеңсені қыздар басып алған шығар, жұмыс басталып жатыр. Енді амал қанша. Иә, мүмкін келесі жолы. Жарайды. Ал сұлуым, мен кеттім. Тоқтай тұр. Мен де өзгелерді алдап көргенмін. Міне, енді қызық бола бастады. Ал, егер нақтырақ айтатын болсаң? Негізі қызық болды. Бәрі мен ұлт. Жоқ, егер жай ғана курстастарыңды алдаған болсаң, оларды орындықтарына шеге қойып қойып, олар оны көрмей отырған болса, ол мүлде есепке алынбайды. Қайдағы курстасымды? Проректорды мазақ еттім. Проректор? Иә. Сол үшін маған тіпті беделді адамдар ақша да төледі. Сонда оларды қалай алдадың? Қорланған байқұс қыздың рөлін сомдадым. Жұмысқа орналасуға келгенде проректор маған тиіскендей сыңай таныттым. Сонда қорланған қыздың рөлін проректордың алдында қалай сомдап шықтың деп ойлайсың? Сомдағанда қалай? Менің айқайымды естіп, қабылдау бөлмесіне жиналған адамдардың түрін көрсең ғой. Проректорды емес, нағыз құбыжықтың өзін көргендей болды. Сондықтан мен кез келген жанды алдап соғалам. Және кез келген рөлді сомдай аламын. Бәрекелді. Айтып тұрмын ғой, сен нағыз біз іздеген сұлу қызсың. Олай болса сен маған нөмірін жазып бер қазір. Мен басшылыққа хабарласып айтайын. Біздің іздеген қызымыз табылды деп. Жарай ма? Жарайды. Олай болса, мені. Көрде тұр. Жақын арада өмірің мүлдем өзгеше болып өзгереді. Әке, қайдағы шындық, ол не дегеніңіз? Оны кім айтып жүр сізге?
ертең барып сол адаммен сөйлеспесем. Жарайды, сөйлесек. Кеше қайдан қаңғырып келдің? Жұмысқа неге кешіктің? Мен қаңғырған жоқпын. Кеше ерте жатып қалғам. Жұмысқа неге кешіктің? Басым ауырды өйткені. Мен саған ескертейін. Менің кеңсемде сен үнемі бақылаудасың. Егер саған жеңіл жаза тағайындасаң, оны қатал үкімге аударуға болады. Жолтай, баланың неге мазасын ала бересің? Жағдайың болмай тұрғаны көрініп тұр ғой. Неменеге оны қинай бересің? Мүмкін шынымен де ауырып отырған шығар. Оның неден ауырып отырғанын мен білем. Қамбар, соңғы рет айтамын. Егер өмірге деген көзқарасыңды өзгертесең, казармаға кетесің. Сен мен тағы да сөйлесейін деп едім. Біраз болсақ қайтеді? Жоқ, бөлмелеріңде не қызық бар? Мен кетейін. Жүріңді серуендеп қайтайық. Қайда барамыз? Саябаққа ма? Ол жердегі орындықтарда қашанға отыра беруге болады? Айналадағының бәрі бізді танып алды, әрбір ретке дейін. Тоғжан, түсінші, сені басқа жерге апарайын десем, қалтам көтермейді. Айлығымды күте тұршы. Онда сен де күте тұр. Серуендеуге емес, басқа бір жерге шақырмақ болғанда айтарсың. Болды, көріскенше. Тоқташ, асханаға барып, шай ішсек қайтеді. Жүр. Сен мына істеп жүрсің? Мен Беркінге келіп едім. Беркін мына жерде жоқ екен көріп тұрған жоқсың ба? Мен оған бірдеңе алып келіп едім. Бірдеңе алып келдің бе, әлде ұрлап жүрсің бе? Жоқ, ұрлаған жоқ, міне қара семесі. Тұрмында. Тоқта, кімдікі мынау? Беркіннен сұра. Сен не істеп жүрсің мына жерде? Кет тұр. Кет. Беркін кім мынау? Кімдікі? Менікі. Едіге сен не тағы да менің заттарымды ақтарып жүрсің ба? Тайжан Омарұлы, ғылыми кеңес мүшелері сіздің мәселеңізге қатысты кездесуді сағат 7-ге өтетінін растайды. Түсіндім, Сәуле. Кешікпей келетінді айтасың. Жақсы. Әке. Не болып жатыр? Не болды қызым? Жаңа бір танысымен жолығып қалдым. Ол бір сыбыстың тарағанын айтты. Сіз тіпті айтуға аузымда бармайды. Бұл не деген қаңқу сөз? Мұның шындық болуы мүмкін емес. Сен өсек аяңға сенбе қызым. Мен ешкімге жамандық жасағам жоқ. Онда бұны кім істеп жүр? Сонда бұл менің кесірімнен бе? Жоқ қызым. Сен уайымдама. Бәрі реттеледі. Үйге бар. Мен үйге жақсы жаңалықтармен келетініне сенем. Аз ғана уақыт қалды. Мен сенің жылағаныңды көргім келмейді. Ал қалған мәселені өзім шешем. Рас па? Әрине рас қызым. Сен не тағы да ескеретін осы менің заттарымды тіміскілеп жүрмісің? Тіміскілеп жүрген ешкім жоқ. Біле білсең, бұл менің де бөлмем. Не істесем де өз еркім. 14 жастағы бала саған не үшін ақша алып келді? Бұл маған қарыз. Оны қайдан танисың? Студентке ұқсамайды. Жасөспірім бала ғой. Ол анау менің бір танысым бауыры. Менен қарызға ақшалан соны әкеп берді. Сен еш орын бар онда? Беркін, жылпылдай бермеш. Сенің бір түрлеспен алысып жүрген білмейді дейсің бе? Аңсар байқамайды шығар. Ал мен бәрін көріп жүрмін. Ойбай, сонда сен нені көріп жүр екенсің? Ағаң сондай ақша төлейтіндей, сен жұмыста қандай нәрсе істеп жүрсің?
ірі бизнесмендер өйтіп істемейді. Ірі бизнесмендердің не істейтін? Супермаркет кеңесшісі қайдан біледі, айтшы маған, а? Менің ағам сондай, түсіндің бе? Беркін, шыны керек сенің не істеп жүрген, маған бәрі бір. Бірақ алдап жүргеніне көз жұмып қара алмаймын. Достар өйтіп істемейді. Мүмкін сен онда менің артынан аңдайтын шығарсың, а? Жұмысыма барып тексеретін шығарсың мені. Негізі, шынымен де сені тексеру керек. Достар бір-бірін алдамайды. Тексересің бе, тексермейсің бе? Сенесің бе, сенбейсің бе, маған бәрі түсіндің бе? Ең бастысы, менің көзіме көрінбе. Маснис. Аңсар, осы компьютерге отырдың ба? Айтпақшы, кабелін ауыстыруды ұмытып кеттім өткен жол. Сен кабелін түртіп көрші, немесе жүйені басынан қос. Қосылмай ма? Бекер отырдым негізі бұл компьютерге. Аңсар, түсінбедім сен. Не істеп жатсың өзі? Біржан, сұрақтарыңа сосын жауап берейінші. Қазір уақытым жоқ. Жарайды. Сол, уалейкумассалам. Мен Беркінге келіп едім. Бе? Беркінге сендердің бастықтарыңыздың жиені. Төлеген Құмаров. Жиеніне деңіз. Иә. Оған қандай шаруамен келіп едіңіз? Жеке шаруамен. Жұмысқа ешқандай қатысы жоқ, бірақ осы жерде кездесеміз деп айттық. Кездесу ұйымдастырып жатыр. Қысқасы, бұл жерден тайып тұр. Тайып тұр? Мұныңыз не? Сіз менімен қалай сөйлесіп тұрсыз? Тағы бір алаяқ келді. Төлеген Құмарұлы келмей тұрғанда бұны қуып шық. Өз жиені ұятқа қалдырған аздай. Жарайды, тұра берсін. Кішкене көңіліңізге тұрсын. Мен сіздердің көңілдеріңізді көтеруші келген жоқпын. Мен сізге алаяқ емеспін. Маған Беркін шақырып келді. Айналайын, сенің Беркінің мұнда 2-ақ күн жұмыс істеді. 2 күннің ішінде ноутбугімізді ұрлап, бастығымызды қатты ренжітті. Содан кейін келген емес. Тағы сұрағың бар ма? Қысқасы, бауырым, есің бар дейтін тұр. Жарай ма? Шығатын есікіне әңгіме. Жүр. Бұдан бұлай, мұнда келме. Ұқтың ба? Жарайды. Аңсар, заттарың жинастырып жүрсеш, аяқ асты қылмай. Құрып кеткір. Кіріңіз.
Балжан болған жағдайды бәрін басынан аяғына дейін бізге айтып берді. Ал енді біз сізді тыңдағымыз келеді. Сіздерге өткенде бәрін айтып берген. Одан бері ешнәрсе өзгерген жоқ. Несі бар? Профессордың айтар уәжі болмаса, бір шешім қабылдайды. Біздің талабымызды білесіз. Қап, автожауап. Мақсат, маған дереу хабарласшы. Қайда жоқ болып кеттің? Басқа қалаға кетіп қалғансың ба? Сержан, жаңа ғана ауруханадан хабарласты. Біздің Мақсат. Не болды Мақсатқа? Көлік апатына түсті ме? Не жағдай? Көлік апатына түскен жоқ. Психиатрия бөліміне хабарласты. Ол уланып қалған болу керек. Уланып қалған? Иә, ұстамасы ұстағаннан кейін ауруханаға алып кетіпті. Ол өліп қалады ма? Бар жұмыс істе. Иә, бәрі тура солай болды. Ол тіпті менің жейдемнің түймесін шешпек болды. Қалай ғана ұялмайсыз? Әкешіңіз осындай жолмен ақша тауып жүргеніңізді біле ма? Тайжан Омарұлы, басқа айтарыңыз жоқ па? Айтарымды айттым. Айтып болған. Бұл арандатуға сеніп қалған болсаңыздар. Жетер еді. Болды. Осымен доғарайық. Қалай? Амансыз. Сіз кімсіз, азамат? Кешіріңіз, есте соқпай кіргенім үшін. Қолым бос болмады. Burası несі? Жоқ, сіз кім боласыз? Онда не алып келгенсіз? Бұл флешка. Үлкен көлем болған үшін айып етпесіздер. Басқасын таба алмадым. Аңсар, тағы не ойлап таптың? Азамат, кәнекей бөлмені босатыңыз. Міндетті түрде босатам. Бірақ сіз бір бейне жазбаны көру керексіздер. Міндетті түрде көру керексіздер. Қайдағы курстасыңды? Бір ректорды мазақ еттім. Сол үшін маған беденді таңдар, ақша да төлеп. Сонда сен оларды қарағанда? Болмаған. Байғұс қыздың сонда мен. Жұмысқа орналасуға келгенде. Бұл мен емес? Сіз емес әрине. Сіздің сыңарыңыз ғой. Әлде кинодағыдай көшірмеңіз бе? Бұны қалай түсінуге болады, адвокат мырза? Қайдан білейін? Бұл арандатушылық. Қалай дегенмен де, адвокат мырза, біз анығына жетпей, ешқандай шешім қабылдай алмаймыз. Сондықтан, дәл қазір, дәл осы жерге полицияны шақыруымызға тура келеді. Біз бұны жылы жауып қоя салмаймыз. Солай ғой, Балжан? Бұл мәселеге біз әлі ораламыз. Сау болыңыз, адвокат мырза. Бірақ мен... Жүріңіз. Келгеніңіз дұрыс. Рас айтамын. Иә, Тайжан Омарұлы, бәрі түсінікті болды. Біз әрине сізден кешірім сұраймыз. Иә, әрине. Жарайсың бала, жақсы ойлап тауыпсың. Бар шындықты қалай айтқыздың? Қалайсың берді? Көп болды ма көріп? Жақсы бәрі, қаршы. Не болды сонша? Кеш. Қалайсың берді? Қайда шықты? Жер өндеуге ме? Жоқ, әдеттегі товар жетсейін деп. Бүкіл заттарыңды ала шықтың ба? Бұл менге емес, жол жөнекей біреуге апарып бермей. Балақай, негізі ата-анасы өскен қиын, ешкім саған өтірік айтпа деп үйретпейді. Сен неме? Қашып кетекші болдың ба? Ерте жатып қалғам. Жұмысқа неге шықтың? Басым ауырды өйткені.
Мен саған ескертейін. Менің кеңсемде сен үнемі бақылаудасың. Егер саған жеңіл жаза тағайындасаң, оны қатал үкімге аударуға болады. Жолтай, баланың неге мазасын ала бересің? Жағдайың болмай тұрғаны көрініп тұр ғой. Неменеге оны қинай бересің? Мүмкін шынымен де ауырып отырған шығар. Оның неден ауырып отырғанын мен білем. Қамбар, соңғы рет айтамын. Егер өмірге деген көзқарасыңды өзгертесең, казармаға кетесің. Сен мен тағы да сөйлесейін деп едім. Біраз болсақ қайтеді. Жоқ, бөлмелеріңде не қызық бар? Мен кетейін. Жүріңді сүйремдеп қайтайық. Қайда барамыз? Саябаққа ма? Ол жердегі орындықтарда қашанға отыра беруге болады? Айналадағының бәрі бізді танып алды, әрбір ретке дейін. Тоғжан, түсінші, сені басқа жерге апарайын десем, қалтам көтермейді. Айлығымды күте тұршы. Онда сен де күте тұр. Серуендеуге емес, басқа бір жерге шақырмақ болғанда айтарсың. Болды, көріскенше. Тоқташ, асханаға барып, шай ішсек қайтеді. Жүр. Сен мына істеп жүрсің? Мен Беркінге келіп едім. Беркін мына жерде жоқ екенін көріп тұрған жоқсың ба? Мен оған бірдеңе алып келіп едім. Бірдеңе алып келдің бе, әлде ұрлап жүрсің бе? Жоқ, ұрлаған жоқ, міне қара семесек. Тұрмында. Тоқта, кімдікі мынау? Беркіннен сұра. Сен не істеп жүрсің мына жерде? Кет бір. Кет. Беркін кім мынау? Кімдікі? Менікі. Едіге, сен не тағы да менің заттарымды ақтарып жүрсің ба? Қайжан Омарұлы, ғылыми кеңес мүшелері сіздің мәселеңізге қатысты кездесуді сағат 7-ге өтетінін растайды. Түсіндім, Сәуле. Кешікпей келетінді айтасың. Жақсы. Әке. Не болып жатыр? Не болды қызым? Жаңа бір танысымен жолығып қалдым. Ол бір сыбыстың тарағанын айтты. Сіз тіпті айтуға аузымда бармайды. Бұл не деген қаңқу сөз? Мұның шындық болуы мүмкін емес. Сен өсек аяңға сенбе қызым. Мен ешкімге жаманды жасағам жоқ. Онда бұны кім істеп жүр? Сонда бұл мені кесірімнен бе? Жоқ қызым. Сен уайымдама. Бәрі реттеледі. Үйге бар. Мен үйге жақсы жаңалықтармен келетініне сенем. Аз ғана уақыт қалды. Мен сенің жылағаныңды көргім келмейді. Ал қалған мәселені өзім шешем. Рас па? Әрине рас қызым. Сен не тағы да ескеретін осы менің заттарымды тіміскілеп жүрмісің? Тіміскілеп жүрген ешкім жоқ. Біле білсең, бұл менің де бөлмем. Не істесем де өз еркім. 14 жастағы бала саған не үшін ақша алып келді? Ол маған қарыз. Оны қайдан танисың? Студентке ұқсамайды. Жасөспірім бала ғой. Ол анау менің бір танысым бауыры. Менен қарызға ақшалан соны әкеп берді. Сен еш орын бар онда? Беркін, жылпылдай бермеш. Сен бір түрлеспен алысып жүрген білмейді дейсің бе? Аңсар байқамайды шығар. Ал мен бәрін көріп жүрмін. Ой, сонда сен нені көріп жүр екенсің? Ағаң сондай ақша төлейтіндей, сен жұмыста қандай нәрсе істеп жүрсің? Әрі бизнесмендер өйтіп істемейді. Әрі бизнесмендердің не істейтінін супермаркет кеңесшісі қайдан біледі, айтшы маған, а? Менің ағам сондай, түсіндің бе? Беркін, шыны керек сен не істеп жүрген, маған бәрі бір. Бірақ алдап жүргеніне көз жұмып қара алмаймын. Достар өйтіп істемейді. Мүмкін сен онда менің артынан аңдайтын шығарсың, а? Жұмысыма барып тексеретін шығарсың мені.
негізі шынымен де сені тексеру керек. Достар бір-бірін алдамайды. Тексересің бе, тексермейсің бе? Сенесің бе, сенбейсің бе, маған бәрі түсіндің бе? Ең бастысы, менің көзіме көрінбе. Nasıl neyse? Аңсар, осы компьютерге отырдың ба? Айтпақшы, кабелін ауыстыруды ұмытып кеттім өткен жол. Сен кабелін түртіп көрші, немесе жүйені басынан қос. Қосылмай ма? Бекер отырдым негізі бұл компьютерге. Аңсар, түсінбедім сен. Не істеп жатсың өзі? Біржан, сұрақтарыңа сосын жауап берейінші. Қазір уақытым жоқ. Жарайды. Шамам келеді. Ондай болса, мына үстіңе дені сау жейде сатып алуға болмай ма? Дұрыс па? Сенің үстіңдегі жейденің қанша тұрады менің ұлым ғана байқамай жүр. Ал басқасының бәрі өсек айтуда. Жазира Сәбитқызы. Сіз әрине Сержанның анасысыз. Бірақ менімен бұлай сөйлескеніңіз маған ұнамайды. Ой, ренжіп қалды. Қарай көр. Солай ма? Намысшылың қара. Намыстанатын болсаң, мен сені осы жұмысқа орналастырғанда неге намыстанбадың? А? Мен бұл жұмысқа жалынып келген жоқ. Жарайды қош. Ең бастысы, сен адал да жақсы қызметкерсің. Сенің ықпалыңмен соңғы кезде менің ұлым өзгеріп келеді. Сондықтан сен ғана Санжарға лайықты жар боласың. Сіз мені мазақ етіп тұрсыз ба? Неге? Мен келін болайын деп айттыңыз ғой өзіңіз. Ойбай! Мен не айтпаймын, қызағым, мен не айтпаймын. Түске дейін көлбі, түстен кейін шөл бұлаға тұрған не бар? Ал біз құрбылармыз. Құрбылар бір-біріне көмектесу керек. Солай ма? Сен әлгі кәрі ақымақ жіберді ма? Олай айтуға, қалай дәтіңіз барады? Мәне, шыныңды айттың. Мұнда не іздеп жүрсің? Маған не үшін келдің? Балжан, мен сізбен сөйлесуге келдім. Сенімен сөйлесетін әңгіме жоқ. Міндетті түрде біреу келеді деп айтып еді. Жарайды. Тоқтай тұрыңыз. Қазір менімен бірге академияға барып, куәгерлердің алдында жала жапқанды айтып бересің. Көмектесіңіздер. Мені қайда сөйлеп бара жатсың? Полицияны шақырыңыздаршы, көмектесіңіздер. Бұл жерге жолды ұмыт, жігітім. Және білесің бе? Мен кофені жек көремін. Демек сізге менің көмегім керек қой, түсінікті. Әңгіменің бәрін осыдан бастамайсыз ба? Қателестің. Мен саған бір өтініш жасағанда қарсы шықпауым керек. Сіздің бір өтінішіңізді орындаймын деп Сержанның жанына жара салдым. Енді мен істеу керекпін.
Иә. Дұрыс айтасың. Менің балам ержетті. Өз жолы бар. Құрбыларым тіпті мен жайлы өсекті айтып жүр. Ал сүйген жарым мені тастап кетті. Сүйген жарың алдап сені тастап кет. Көзіңе шөп салғанда, сонымен бірге тұруды басыңа Құдай салмасын. Сен білесің, бүгін Сержан мен әкесі кездесуге келуі мүмкін. Оны мен білем. Ол аяушылық сезімін танытып, баласына өтірік айту мүмкін. Ол жағынан жан салмайды. Мен кінәлі емеспін, менің кінәм жоқ. Ал менің балам сырт көзге өте батыл болып көрінгенімен, ол өте нәзік. Намыс. Ол тек саған ғана сенеді. Сен оның егер әкеме не деп жауап берем десе, отбасын ойран еткен адамды кешіруге болмайды деп айтсам, ол сені тыңдайды. Жарай ма? Сонда мен Сержанды әкесіне қарсы қою керекпін бе? Жоқ. Мен тек әділдік орнаса деймін. Ал әділдік отбасын ойрандатып кеткен адамдар жақта болмауы керек. Солай ғой. Солай шығар. Жарайды. Ондай болса, сен маған кешке хабарласқын. Мен сені жауап күтемін. Екеуміз құрбылар ұқсап өсек айтамыз. Мен сені тосамын. Жарай ма? Тоғжан! Тоғжан! Не керек? Әлі ұйықтап отырсың ба не? Бүгін сағат 12-де серуендеп қайтамыз деп келісіп едік қой. Сағат 1 болды. Дұрыс айтасың, ұмытып кетіппін ғой. Жарайды. Есіме түсті. Ас үйде күте тұршы, мен қас келем. Жарайды. О. Әдемі. Бұлай өте әдемі. Мына жердің бәрі шаң болып кетті. Не болған мына жейдеңе? Таңертең кофе ішейін деп төгіп алдым. Байқамайсың мен. Еркін, түнде қайда болдың? Нартай сені іздеп жүр ғой. Маңыз шаруалармен жүрдім. Бұдан кейін Нартай мен сұрайтын болса, жатақханада деп айтшы, жарай ма? Жарай. Еркін, саған бір өтінішім бар. Тек сенің қолына келетін жұмыс. Аңсар, менде бірақ жұмыс бар. Жақсылап тұрып жатып, ұйқыны қандыру. Рас айтам. Сен бір қызбен таныссаң ба деп едім. Бір қызбен? Иә. Мен ба? Иә. Сен таныстырасың ба мені? Иә. Әкеші есті. Жарайсың. Керек болса өзің танысуыңнан саған рахмет. Ей, не? Мен оны айтайын деген жоқ. Сен жеке өмірінде мен шаурамда жоқ. Бірақ сол қызбен танысып, әңгіме тартып, бір нәрсе біліп берші. Аңсар, қойшы. Махаббаттан бетің айтқаны туралы әңгімені кейін айтшы. Мен қазір ұйықтай маза берші. Ол сені танымайды. Ол мен тыңдағанда жоқ, мен қуып жібер. Берік, не? Сенің тек көмегің керек. Сен неме сандырақтап тұрсың? Өзің түсініп мен не айтып тұрғанды? Иә, жақсы адамды. Жұрт алдында масқара болудан құтқару үшін 20 сағат қалды. Тек сен қолынан келеді. Аңсар, маза берші, сандырақтай беру. Ұйықтайыншы, Сен мен досымсың ба, жоқ па? Ауырып болдың ба? Түскенде ұйықтадың ғой. Кеш жаттым. Неге? Бір жерге бардың ба? Немене әрбір басқан қадамым үшін саған есеп беріп отыруым керек пе? Не болыпты? Қызым емессің бе? Айып етпеңіздер, рұқсат болса мен жүре берейін,
Бәрі дұрыс па? Тоқтаңыз. Мен сізді бір жерден көрген сияқтымын. Қайдан? Былтыр осы университетте болған сұлулық байқауының жеңімпазы емессіз бе, иә? Иә, мен жеңдім. Бәсе, біз әріптестерімізбен келдік, сіз бізді қатты таңғалдырдыңыз. Рұқсат па? Негізі, біз өзіміздің реалити шоу дүниелестер аралығында бастығымыз біздің де жеңімпазымыз дәл сіздей сұлу әрі сымбатты болсын деп еді. Рас па? Ал біз кешіп тұр едік. Иә, Балжан. Иә, негізі түскі ас ішейін дегенбіз. Жақын маңда асхана бар. Кетіп бара жатсыз бе? Иә. Мен де негізі түскі ас ішейін дегем. Бірақ енді сіздей сұлу қызды жай ғана асханаға шақыруға ыңғайсызданып тұрмын, сондықтан да жолдың арғы бетінде бір дәмді мейрамхана бар. Сол жерге барып бірге тамақтансақ. Жарайды. Сау болыңыздар. Жақсы қыздар. Ай, мақсат. Жұмыс қызып жатқан кезде бұл да жоқ болып кеткен емес. Ең болмаса телефонын алса кетеді. Сержан, сен өзіңді біртүрлі сезініп тұрған сияқтысың ғой. Жоқ жаным, барлығы дұрыс. Бірақ уайымдап жатқаныма өте қуаныштымын. Мүмкін шығып серуендеп қайтамыз. Әйтпесе мынанша қапырық. Менің тағы да бір-екі шаруаларым бар еді. Не жүріш, таза ауа жыртып қайтамыз. Шынымен де қапырықтау секілдім бара. Жүрсек, жүр. Таза ауа жыртып қайтайық. Талға, менің сержанмен кездесуім бар еді, шақырып жібересің бе? Ол жаңа ғана кетіп қалған. Кетіп қалды? Иә. Қалай ол кетіп қалады? Сонда реалити шоудың жеңімпазына қандай сыйлықтар беріледі? Сұлу, сыйлықтар өте көп. Демеушілер аянған жоқ. Мысалға, ақшалай сый, қомақты сома. Және де ең үздік модельдік агенттікпен келісім шарт. Ең бастысы шетелдегі жұмыс. Жалпы айта берсем өте көп. Және де бұл байқауға келуші қыздар да көп. Рас па? Әрине, енді бұл істің хас шебері ретінде басшылық маған табыстады. Демек, қыздарды мен таңдайын. Ал маған көшеден келген қыздар қажет емес. Қалай ойлайсың? Менің мүмкіндігім бар ма? Айтып тұрмын ғой, сен өте сұлусың, сымбатты, әрі әдемісің. Сондықтан сен біздің жобаға келесің. Рахмет. Бірақ қолымнан келетініне менің күмәнім бар. Балам, амансың ба? Ерте кепсің ғой. Не болды? Бірдеңе болды ма? Иә, мазасыздау болашын. Жоқ, кішкене мазам болмай тұрады, соған жұмыстан ертерек сұранып кеткен ғой. Әкеңнен сұрандың ба? Жоқ. Әкеңнен сұрануың керек еді ғой енді. Жарайды. А курстарың қалай? Жақсы, кеше ғана жазылдым. Оқытушың жақсы ма екен? Жақсы. Анашы, мен кішкене жата тұрайыншы, не бар бе? Басым ауырып келмей. Анаңмен 5 минут отырып сөйлесе алмайсың ба? Кеше сонда жақсы сөйлесіп едің ғой жаным. Кешірім. Басым ауырып тұр ма? Басың ауырып тұр ма? Сен үйдемісің? Иә, жаңа ғана келдім. Бүгін жұмыс болған жоқ онша, соған үйге келіп тамақтанайын дегенім бар. Жұмыс болған жоқ дейді. Болмаса саған болмаған шығар. Бөліміңе соққанмын. Қызметкерлердің шай ішуге уақыты жоқ. Айтпақшы, әріптестерің маған қызықты әңгіме айтып берді. Қандай әңгіме? Бүгін сен жұмысқа 2 сағат кешігіп келіпсің. Ұйқылы ояу жүріпсің. Кейбіреулері тіпті ішімдіктің иісін сезіпті. Қамбар, сенің мұның не? Неге менің қолымнан келмейді деп ойлайсың? Қалай айтсам болады екен? Жалпы реалити шоу дегеніміз, ол жерде актерлік шеберлік керек, әзілік ойлық керек, және де көрермендерді жалықтырмау қажет. Оған менің шамам жетпейді деп ойлайсың ба? Жоқ, әрине. Сен өте әдемісің,
сенің сұлулығыңа, сенің сымбатыңа бәсекелесетін қыздар табылады деп айта алмаймын. Жарайды. Мен кетейін. Кеңсені қыздар басып алған шығар, жұмыс басталып жатыр. Енді амал қанша. Иә, мүмкін келесі жолы. Жарайды. Ал сұлу, мен кеттім. Тоқтай тұр. Мен де өзгелерді алдап көргенмін. Міне, енді қызық бола бастады. Ал, егер нақтырақ айтатын болсаң? Негізі қызық болды. Бәрі мен ұнады. Жоқ, егер жай ғана курстастарыңды алдаған болсаң, оларды орындықтарына шеге қойып олар оны көрмей отырған болса, ол мүлде есепке алынбайды. Қайдағы курстасымды? Проректорды мазақ еттім. Проректор? Иә. Сол үшін маған тіпті беделді адамдар ақшаны төледі. Сонда оларды қалай алдадың? Қорланған байқұс қыздың рөлін сомдадым. Жұмысқа орналасуға келгенде проректор маған тиіскендей сыңай таныттым. Сонда қорланған қыздың рөлін проректордың алдында қалай сомдап шықтың деп ойлайсың? Сомдағанда қалай? Менің айқайымды естіп, қабылдау бөлмесіне жиналған адамдардың түрін көрсең ғой. Проректорды емес, нағыз құбыжықтың өзін көргендей болды. Сондықтан мен кез келген жанды алдап соға аламын. Және кез келген рөлді сомдай аламын. Бәрекелді. Айтып тұрмын ғой, сен нағыз біз іздеген сұлу қызсың. Олай болса, сен маған нөмірін жазып бер қазір. Мен басшылыққа хабарласып айтайын. Біздің іздеген қызымыз табылды деп. Жарай ма? Жарайды. Олай болса, мен. Көрде тұр. Жақын арада өмірі мүлдем өзгеше болып өзгереді. Әке, қайдағы шындық, ол не дегеніңіз? Оны кім айтып жүр сізге? Ертең барып сол адаммен сөйлеспесем. Жарайды, сөйлесек. Кеше қайдан қаңғырып келдің? Жұмысқа неге кешіктің? Мен қаңғырған жоқпын. Қай жерде болғанымды сұрауға қақым жоқ па не? О не дегенің жаным, әрине қақың бар. Ешқайда да барған жоқпын, жай Көркем екеуміз сөйлесіп отырып қалдық. Сол үшін кесіп жаттым. Хат жазып едің ғой. Неге жауап берген жоқсың? Рас па? Білмеймін, телефонымның дауысы өшіп тұрған шығар. Тексерем сосын. Тексер. Айтпақшы, сен жұмыс табапсың ба? Иә, кім айтты? Есімде жоқ, жатақханадағылардың біреуі айтты. Ол қандай жұмыс? Супермаркетте жұмыс істейтін болдым. Немене? Онда кім болып істейсің? Кеңесші бол. Ал керек болса. Одан да нашар жұмыс табылмады ма? Мысалы, аула сыпырушы деген сияқты. Тоғжан, қойшы енді. Жап-жақсы жұмыс. Басқа жұмыстардан ешқандай кемшілігі жоқ. Біраз жұмыс істеймін де, басқа жұмыс табамын. Не ол? Иә, басқасын табуға тырыш. Айтпақшы, ана бай танысыңның үй іші қалай екен, бәрі жақсы ма? Білмеймін, жақсы шығар. Өткеннен бері сұрайын деген едім, олардың ұлы бар ғой, Қамбар, Меда, Тігмет. Ол немен айналысады? Ол туралы неге сұрадың? О, аңсар, сен сол бір стакан кофе үшін саған шындықты айтып береді деп ойладың ба? Не деген аңқаусың? Оны әңгімеге тартып, ашық сөйлесейін дегем, ар ұятын оятам ба дегем. Ондай қызда ар ұят болмайды. Сен неге түсінбейсің? Жағдай мүлдем қиын, ренжімеймін мен саған көмектесе алмаймын. Не істейміз? Сотта жала жапқан сөзінен бас тартып, айтайын десем, төлейтін ақшам жоқ. Ең болмаса, ісін әшкерлейтін сенде айғақ бар ма? Жоқ. Онда ақиқатқа жете алмайсың сен. Отырда онда бір таңғажайып бірдеңені күт. Одан басқа амалың жоқ. Беркін, мен әзілеп тұрған жоқ. Уақытта қалған жоқ. Егер уақытың қалмаса, онда ойлан, арамыздағы ақылды сен едің ғой. Бірдеңені тап. Ана қыз туралы бірдеңе білесің ба? Пет институтта оқимын деді. Соңғы курсты бітіріп жатыр. Сұлулық байқауының жеңімпазы. Сұлулық байқауының жеңімпазы. Ондай сымбатты қыздар біз сияқты жігіттерге алданбайды. Оған бір ересектеу адам керек. Сен сол туралы ойлан, мен ұйықтап алайын.
басым істемейсің. Ал ұр! Бек мен шынымен не істерін білмеймін. Не істерін білмейсің? Маған көмектес. Қолық сұмдықта шебер едің ғой. Менде бір ой бар. Бірақ сен үшін басын қатерге тігу керек. Қандай айт? Сен компьютер клубтан жарнамалық буклеттер шығара аласың ба? Шығара аламын. Қандай буклет? Кейін жол жөнекей бәрін түсіндіріп айтып беремін. Мен мына киім жарамайды, мен мынаны ки. Қазір барамыз да? Қыздарға кастинг жасаймыз кейін. Кастинг дейді, қайда кастинг? Реалити шоуға кейін. Мынау не үшін? Бұл бүйтіп сенің түріңді көрсетпеу үшін. Болды. Қамбарда не шаруаң бар? Шаруам жоқ. Неге шүйлігіп алдым? Бір ерекше қызығушылықпен сұрадым ғой. Шай әшейін шаруаларың не болып жатқанын білейін деп, туысқандарың, жұмысың туралы. Мен енді сенің қызыңмын ғой. Бірақ оны сұрағаным ұнамаса, жарайды, енді сұрамаймын. Жақсы кешірші енді. Өзің ғой, үйлерден алғанда қамбардың қасына кетпей, сонымен ғана сөйлесіп. Шай сыпайылық танытқаным ғой. Ол қамбар маған мүлде ұнамайды. Оның үстіне сен тұрғанда маған басқа ешкім керек емес. Сонымен серуендерге барамыз ба, жоқ па? Негізі 12-ге келіскен болатынбыз. Қазір сағат 2 болып, сені қашан күтуге болады? Не деген дәмсіз кофе? Тұтастырып саңдар. Саған бірдеңе болып қалды ма? Бәрі жақсы ма? Бәрі жақсы. Бүгін әкем қоңырау шалды. Кездескісі келетін айтты. Ал менің әзірше ол кісімен кездескім келіп тұрған жоқ. Бірақ не деген мен әкем ғой. Сондықтан да осында шақыра салдым. Саған кеш айтып жатқаныма ренжімеш, қарсы емес шығарсың. Жоқ, әрине. Тек сендерге кедергі жасамасам болды. Жоқ, ол не дегенің? Қайта сен менің қасымда болсаң, мен өзіме кішкене сенімдірек боламын. Сержан, сіз мақсаттың қайда екенін білмейсіз бе? Кешеден бері ұялы телефонын көтермей, бүгін осында келемін деп еді. Және де жеткізушілермен де кездесу керек. Қазір. Телефонын көтермейді. Ол кісілермен өзім жолға салайын. Солай жасайықшы, әйтпесе кеңседе 1 сағаттан болды отырғандарына. Негізінде мақсаттың мұндай қылықтар жоқ еді, мүмкін ол бірдеңеге ұшырап қалған шығар. Немене болды дейсің оған? Ештеңе де болған жоқ, түнімен қыдырып, қазір ұйықтап жатқан шығар бір жерде. Жарайды, жүр. Жүрміз. Жан қазір. Кофені дұрыстап дайындаңдар. Мен анықтадым. Сабақ кездесін қарадым. Қазір соңғы сабақ. Қазір шығу керек. Дайынсың ба? Әрине дайын. Сен оны танисың? Ой, маған да өзің. Мынандай ма? Иә. Ұялы телефон берші. Жай ма? Сенде камера бар, ал менде жоқ. Қалай қосу керек екенін білесің бе? Жоқ, қалай қос. Қарашы маған. Модель сияқты ма? Иә. Мені келе жатыр. Ортасынан қойсын ба? Яқұсы. Көзге қарасаңшы. Ой, кешіріңіздер. Адель атты. Қыздар, алдында айтқан осы ғой. Қызық екен. Сіз кім боласыз? Мен ба? Мен осы реалити шоудың ұйымдастырушысымын. Бізге қыздар күнде көп келеді, жұмыс түнге дейін, сондықтан да шаршап жүріп
жаңа сіздер байқамай қалдым. Балаларға 12 жастан бастап көруге рұқсат берілген фильм. Мақсат. Мен қалжыңдап тұрғам жоқ. Түсіндім. Әкел есірткіні. Берем. Сабаңа түсші. Берем. Асықпа. Әкел деме. Қайқа жасырын. Өзім тауып беремін өз Мақсат. Асықпашы. Сабаңа түс. Тауып берем. Міне іздеп жатыр. Міне. Асықпа. Соған есірткі керек пе? Оңбаған екенсің. Оңбаған? 2 жыл есірткіге жолама деп. Бұл әдеттен арылдым деп ойладым. Жап-жақсы өмір сүріп жатқан қайдан ғана жолықтың? Жай сөйле. Мен сенің әлсіздігіне кінәлім ба, есіңде сақтап ал. Есірткі сен сияқты әлсіздер жолға түсінің бе? Ал мен сияқты есі дұрыс адамдар бұндайға жоламайды. Есіңде сақтап ал осыны. Мынау біздің тұрақты клиенттерімізге деген сыйлық деп есепте. Осындай кесіндір байдың балалары. Қалайсың? Аңсап, сен не істеп жүрсің? Бүгін сенің ауысымың емес қой. Білем. Маған ғаламтор керек. Ғаламтор? Ақшасын төле да, отыра бер ғаламтор керек болса. Қалайсың да? Бауырым, қалжыңдап тұрмын ғой. Білесің ба, менде саған айтатын бір ерекше тариф бар. Сен осы жерге қарай тұр, мен бір сағат ұйықтап алайын, жарай ма? Ғаламторда тегін отыра беруіңе болады. Ұйқың кеп тұр ма? Ұйқым кеп тұр. Бар, ұйықтап ал. Мен мына жерді қадағалайын. Жақсы. Қарай көр. Өзі сұлу екен. Пединституттың студенті дейді. Тағы студенттер арасындағы сұлулық байқауының жеңімпазы. Қалай, таныстың ба? Жоқ, таныс емеспін. Жақсы, сәттілік саған. Бірақ жақын арада танысып болатын сияқты. Сәлем, қалайсың? Бәрі жақсы ма? Жақсы. Маған жігіттер сенің кішкене қиындыққа ұрынғаныңды әкең әскерге жібермек болған айтты. Рас па? Көзің көріп тұрғандай бәрі тамаша. Неге көрінбей кеттің? Сол қазір әкемнің шаруасы соның бизнесімен айналысып жүр. Рас па? Саған әкең көк тиын бермейді дегенде естіп едің ғой? Әзілін қызық екен. Бәріне коктейль, мен төлеймін. Жігіттер, көңіл көтерейік. Біздің қамбар қайтып оралды. Біз таныс емеспіз ба? Таныс сияқтымыз. Мен сендердің үйлеріңде қонақта болам, есіңде ме? Иә, сен Едігенің қызы емессің ба? Мен оның құрбысымын. Қызық екен. Едіге шаршап ұйқысын андырып жатыр, ал сол жерде не істеп жүр? Демалып жатырмын, енді сондай болу керек қой. Еркектер жұмыс істейді, әйелдер демалады. Дұрыс айтасың. Сұлу қыздарға жұмыс істеудің керегі жоқ. Ал, билеміз бе? Билесек билейік. Сырға бер. Қамбар,
Сен шынымен де ақшадан қысылып жүрген сияқтысың ба? Жаныңда қызың кеше ауылдан келген сияқты. Баяғыдай. Қыздарға ақшаң жетіспей ме не? Сен маған ренжімеш, мен достарыммен отырам деп айтып қойып едім. Әлі екеуміз билейміз. Үш үйрен. Бойжеткен, сізбен сөйлесуге бола ма? Кешіріңіз, асық сүйім. Түсінем. Қазір бәрі бір жерге асық бара жатыр. Кофе ішсек қайтеді? Аяқ астан не болып қалды? Таңертең тілек тілегем. Сұлу қызбен кофе ішсем, күнім сәтті өтті деген сөз. Алыңыз, әйтпесе суып қалады. Жарайды. Бұл жерде отырғаныма біраз болды. Бірақ сіздей сұлу қызды әлі кездестірген жоқ. Солай ма? Менің есімім Ансар. Ал сіздің? Балжан. Қуаныштым. Осы жерде оқисыз ба? Иә, соңғы курста оқимын. Ал сіз бейтаныс қыздармен кофе ішкеннен басқа немен айналысасыз? Мен де оқуға түсейін деп жатырмын. Қазір құжаттар тапсырып жатырмын. Нақты айтсақ, бірақ ол маңызды емес. Кешіріңіз, біз бұрын ешқайда кездеспеп пе едік? Жоқ. Оданша серуендеп қойсақ қайтеді. Тоқтай тұр. Есіме түсті. Мен сені академияда проректордың қабылдау бөлмесінде көргенмін ғой. Тәкаппар, қайыр шаттық ойынымызды жалғастырамыз ғой. Солай ма? Ең болмаса үстіңе. Бүгін дұрыстап келіп келсең болар еді ғой. Амансыз ба, Жазира Саметқызы? Сенің ойыңша, осындай сұлулық салонындағы қызметкері лайықты киім ба үстіңдегі? Сыйлықтарыңызға әрине рахмет. Бірақ менің өзіме киім сатып алуға